Қайырлы күн құрметті достар, мына комментарийді оқып жіберейік бірлікте. Енді жолың болған екен дейді. Сауап жасауға болады екен дейді. Ары қарай елден тағы ақша сұрай берме. Құрметті достар, мен ешкімнен ақша сұрап отқан жоқпын. Бірақ мен біреудің өмірін сізге баяндап отқан жоқпын. Өз өмірімдегі болған істерді айтып жатырмын. Бір септігін тиіп қалар. Сол мен жүрген жолда сізде жүрген болуыңыз мүмкін. Сондықтан сізге де бір септігі тиіп қалар деген ниетпен айтып отырмын. Ал енді сауап жасауға келсек, кім сауап жасап жүр, кім сауап жасамай жүр, оның бәрін бір Алла біледі. Көрсетіп істеп жүргендер бар, әрине жақсы. Көрсетпей істеп жүргендер бар. Ең жақсысы көрсетіп камераға түсіріп сауап істеу, ол парыз емес. Ол міндетті емес. Сауапты іс жасағың келе ме, жасай бер. Әрқашанда жасай бер. Бірақ тек қана ол камераға түсіріп, тиктокқа салып, жария қылу ол міндетті емес. Өйтуге де болады. Бірақ бір Алланың назарында, бір Алланың камерасына түсіп, бір Алла разылығы үшін істеген сауабың жария садақадан, жария сауаптан 1000 есе артық болады. Сондықтан құрметті достар, көбінде енді жария садақа, жария сауап деген жақсы, бірақ жарияламай, оң қолың бергенді сол қолың көрмейтіндей қылып, жарияламай, бір Алланың камерасынан, бір Алланың назарынан қалмай сауапты істерді жасасаңыздар, оның сауабы 1000 есе болады. Сондықтан құрметті достар, тек қана экран алдындағы сауапты істі экранға түсіріп, жариялаған істерді ғана сауапты істеп ойламайық достар. Сондықтан камера алдында болмаса да жасырын Алланың назарында осындай сауапты істерді жасауға жарысайық. Жақсы достар, сау болыңыздар.